Егерде сен AliExpress сайтындағы тауарларды 18% жеңілдікпен алғың келсе, EPN-нің кэшбэк сервисін пайдалан. Сілтемесі видеоның астында. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода посылка, яғни Қытайдан келген тапсырыс. Бүгін маған 3 посылка келді, енше ешеуін деп ашып көрейік. Бірінші тапсырысымыз ол China Post почтасымен келген болатын. Бұл тауар 0,21 грамм деп жазыпты, бағасы 0,11 цент деп жазыпты. Ал енше ішін ашып көрейік. Достар, бұл AUX кабель деп айтсақ та болады. Бұл көбінесе машинаға қолданылады, машинаның магнитофонына. Бұл AUX кабель маған 20 күнде келді. Жақсы жеткізу тапсырыс деп айтсам да болады. Бұл AUX кабельдің өзінің фирмалық осындай пакетімен келген болатын, және де thank you және де спасибо деп жазыпты. Бұны Россиядан, яғни Ресейден жіберген болатын. Осындай AUX кабель келген болатын. Достар, осындай AUX кабель. Өшетке қойып, екінші тапсырысымызға көшейік. Екінші тапсырысымыз ол Сингапур почтасымен келген болатын. Бұл тауар 0,56 грамм деп жазылыпты. $1.99 бағаланыпты. Ал ішін ашып көрейік. Достар, бұл осындай автокөлікке арналған магнит келетін болған. Бұл тапсырысты мен 1 ай бұрын заказ берген болатын, 1 айда келіп жетті. Сапасы жақсы деп айта аламын, өйткені бұның магниті қатты. Бұл көбінесе машинадағы отқан телефондарды, смартфондарды ұстауға арналған. Бұны көріп отқандай осылай тартады. Ал үшінші тапсырысымызға келетін болса, бұл тапсырысымыз China Post почтасымен келді, және де ұшақпен ұшып келген болатын. Бұл тапсырыс 0,55 грамм деп жазыпты, $1 бағалапты. Ал ішін ашып көрейік. Достар, көбінесе мен осы 3 посылканы EPN кэшбэк сервисі арқылы заказ берген болатын. Егер де сіздер 18% жеңілдікпен алғыларыңыз келсе, сілтемесін видеоның астынан қалдырып кететін боламын. Достар, сіздердің комментарияларыңызды оқып, мен осы тауарлардың сыртына жазып тұрған жалған баға деп жазады көбінесе. Достар, бұл дұрыс, өйткені егер де бағасы көп немесе аз болса, ол сол адам, жіберген адам доставкасына, яғни жеткізуіне ақша төлейтін болады, сол үшін жазған. Достар, үшінші тапсырысымыз ол осындай бір алыс жолға кетіп артқанда алатын тауар деп айтса болады. Достар, бұның аздап иісі бар екен. Бұл надувной подушка деп атайды орысша, үрлесе осындай жастық деп айтса болады. Комплектке, достар, көріп жатқандарыңыздай өзінің жастықтың өзі, екіншіден осындай көзге арналған осындай құрал кіреді, ал үшіншіден құлаққа арналған осындай резина құрал кіреді. Достар, егер де сіздер бүгінгі видеода 3 тауардың қайсысына обзор жасау керектігі туралы ойларыңыз болса, комментария жазып отырыңыздар, мен бәрін оқып, келесі видеода немесе басқа видеолардың ішінде мен осы тауарлардың біреуіне обзор жасайтын боламын. Сол үшін комментарияда жазып отырайық. Достар, бүгінгі видеомыз осы. Егер де видеоны ұнаса, лайктарыңызды аямай басып, арнаға тіркеліңіздер.
Бүгінгі видеодағы тауарлардың сілтемесі және eBay кэшбэк сервисінің сілтемесі видеоның астында қалдырып кететін боламын. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы. Келесі кездескенше.